Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Кеше анау сұмырай коммунист Құдайсыз Горбачев өліпті. Өліпті, Құдайдың дәргейіне кетіпті, жаратушының тозағына кетсін деп бетімізді сипадық. Әрине, жаратушы оны жәннатқа кіргізбейтіні жаратушының кітаптары бойынша бізге белгілі. Желтоқсанда қазақты қынадай қырған және тәуелсіздікті аңсаған барлық басқада халықтарға қанды қылышын сермеген сұмырай Горбачев біздің есімізде сол сұмырайлығымен қалды. Біз бір қазаққа зұлымдық жасаған, қандай да бір шаңның түйіріндей, тозаңындай қазаққа қиянаты барды ешқашан ұмытпаймыз. Біздің қолымызға билік тигенде бір қазаққа қиянат жасаған бір адамды қоймай жазалаймыз. Біздің міндетіміз осы. Құдайдың бізге берген миссиясы да осы, арманымыз да осы. Басы сол Горбачевтен тартып, 30 жылғы сол Голощекиннен тартып, біз осы қазаққа қиянат жасағанның өліп қалса көрінен қазып алып тұрып жазалап, мәңгілік адамзатқа қарсы қылмыскер деп, мәңгілік өлген сүйегін көрінен қазып тұрып, біз оны соттаймыз. Тірі болса 80-ге 90-ға кеп мәлкілдеп тұрса да соттаймыз. Горбачевті көп ел айтады, Совет одағын құлатты, Шығыс Еуропадағы темір пердені жойды, екі Германияны біріктіруіне себеп болды. Шығыс Германиядан орыс әскерін әкетті, Ауғанстандағы соғысты тоқтатты, Шығыс Еуропаның демократиялануына жол берді, Совет компартиясын таратты дейді. Не деп айтса, о деп айтсын. Оған маған десе алтыннан мүсін қойсын. Бірақ желтоқсанда қазақты қыруға қол қойды Назарбаев екеуі. Горбачев қол қойды, Назарбаев атқарды. Бітті, қылмыскер біз үшін. Горбачев орыстың ішінде мынау сұмырай шовинизмменен, империализмменен, диктатураменен, қанды қырғынменен, басқа азшылық қауымдарды жоюмен, қырумен ауыратын орыстың анау патшалық замандағы басшыларынан кейінгі қызыл коммунистік замандағы басшылардың ішінде есі дұрысы, салыстырмалы түрде айтқанда, шамалы демократияның не екендігін білетін есек басы сол Горбачев болды. Ол кем дегенде батыстық өркениетке жақын болды. Ол кем дегенде сталиндік дара билеушілік жүйені құлатқан Хрущевтен бір табан алдыға жылжыды. Хрущев сталиндік жеке басқа табынушылықты құлатқанымен ол өзі жеке басқа табынушылықты бастап, Совет одағын атом державасы болып, Америкаменен жаңағы державалық соғысқа кірісіп кетті. Суық қырғиқабақ соғысты бастағанменен Горбачев қанша айтқанмен бірінші болып Америкамен одақтастық бастады. Бірінші болып Ауғаннан әскер шегіндірді. Бірінші болып Шығыс Еуропа елдерінің жеке тәуелсіздігіне тіке советтік мәскеулік билеушіліктің күшін азайтты. Бірақ Горбачев соның бәрін өз қалауымен істеген жоқ. Батыстың қысыммен және батыстың жетектеуімен істеді. Совет одағы Горбачевтің заманында ешкім құтқара алмайтын деңгейде қаржылық дағдарысқа батқан. Коммунистердің қолынан ештеңе келмейтінін, коммунистердің қолынан жаңағы халыққа керекті азық-түлік, дәрі-дәрмектің болмайтынын сол заманда Советтің жоғарғы билігі біліп болды. Горбачевті тұтқындаған 7 үлкен радикал коммунист қайтадан радикалдық фашист коммунистік жүйені қалпына келтірем дегенде, көп ел осы кезде Ельцинді жақсы көреді. Ельцин оны коммунизмді қайта тірілтетіндігі үшін ол 7 контрреволюцияны тұтқындаған жоқ. Ельцин өзінің тағын сақтап қалу үшін, Ресей Федерациясының президенттік үйінде қалу үшін жаңағы 7-еуін ұстады. Ол Горбачевті де жақсы көрген жоқ, Горбачев тұтқындаған 7-еуін де жақсы көрген жоқ. Мен әлі ол күнді ұмытпаймын. Ол августтың 19-ы болатын. Дәл сол күні менің туған ауылымда жаңбыр жауып тұрған кез. Сол күні біз халықаралық радиодан Жездем екеуміз тыңдадық. Жездем екеуміз сол күні жұмыс істеп жүріп, жаңағы осы Совет одағының құлауын талқыладық. Біз бірінші рет міне дүниедегі бір зұлым ел құлайтын болды деп талқыладық. Коммунизм міне. О кезде Шығыс Еуропа құлап болған, Шығыс Еуропа демократияланып болған. Күні-түні азаттықты естиміз сол кезде. Радиомен естиміз. О заманда интернет жоқ. Біз сол кезде орыстың құлағанын күтіп, орыстың боданда қазақ тәуелсіз болса деп сол заманда 89 жылы аңсадық біз. Мен сол кезде 15-ке енді шыққан баламын.
15 жасымда. Сол заманда біз коммунизмді, социализмді жек көретінбіз. Сол заманда орыстар құласа, өз бетімізше ел болсақ деп ойлайтынбыз сол заманда. Міне. Сол, енді менің Горбачев туралы айтатыным. Елитинді Горбачевті бір демократтардың, демократияның, еркіндіктің, либерализмнің бір періштесі деп ойламаңдар. Горбачев НАТОның шығысқа кеңеюіне қарсы тұрды. Горбачев республикалардың тәуелсіздік алуына қарсы тұрды. Горбачев демократиялы Совет одағын құрғысы келді. Орыстың шексіз билігі сақталған, бірақ шамалы демократиялы ел құрғысы келді. Бірақ ол оның бәрі тәуелсіз болсын деген жоқ. Осыны білу керек. Осыны білу керекпіз. Горбачев туралы біздің айтатынымыз осы. Біз бүкіл дүниеге қазақтың көзімен қарау керекпіз. Қазаққа жақсылық істесе жақсы, қазаққа зұлымдық істесе жаман. Өзімізді негізете отырып, Құдай берген жекеменшік қазақтың миымен ойлап, Құдай берген жекеменшік көзімізбен дүниеге қарауға тиіспіз. Бұғанға дейін біз дүниеге орыстың көзімен қарадық, орыстың ақпаратымен уландық, орыстың бізге таңған изімдермен уландық. Енді дүниеге өз көзімізбен қарау керекпіз. Дәл қазіргі Қазақстан билігі ол арқасын орысқа тіреп отыр. Орыстың әскери құлы, орыстың базалары тұр Қазақстанда. Экономикалық жақтан Қытайдың құлы. Қытайға триллиондап қарыз. Біздің қазақтар 300 жыл, мүмкін 1000 жыл ұрпағымыз Қытайға төлесек қарызын қайтарып бола алмайды. Сондай ақшаны алып Назарбаев және оның ұлдары, қыздары, күйеу балалары шетелге тығып болды. Біздің ұрпағымыз, шөбереміздің шөбересі Қытайға қайтара алмайтын қарызға тығып болды бізді. Құпия келісім шарт ешкім жариялаған жоқ әлі күнге дейін. Біздің қазағымызды және біздің болашақ ұрпағымызды, шөберемізді және шөбереміздің шөбересіне дейін құтқаратын жалғыз жол мынау Назарбаевтық, Тоқаевтық кландарды тас-талқан қылып құрту. Бүкіл ақшаны қайтару, бүкіл Қытаймен болған теңсіз келісім шарттарды бұзу, халықаралық сотқа ашып отырып қайтаратын қарызды қайтару, Назарбаевтың ақшасын қайтармайтын ақшаны қайтармау халықаралық сотпен. Арқамызды Еуропа мен Америкаға тіреп отырып, Еуропа мен Американың Қытайға қарсы саясатынан пайдаланып, Қазақстарды құтқарып қалу, болашақ ұрпағымызды құтқару. Сен өзіңді ғана құтқармайсың, сен өзіңнің немереңнің немересінің немересіне дейін құтқарып кетесің.